Баршаңызға сәлем. Бүгін Прага шоколады тортын жасаймыз. Ол үшін ұнға қопсытқыш және ванилинді қосып, сүзгіштен өткіземіз. Бір айта кететін жай, бұл тортқа миксер қажеті жоқ. Араластырамыз. Қантты қосамыз. Тағы да араластырамыз. 3 жұмыртқаны саламыз. Сұйық майды құямыз. Араластырамыз. Осындай қамыр болу керек. Ас содасын қосамыз. Ас содасын басында қосуға да болады. Какаоны сүзгіштен өткіземіз. Міндетті түрде түйіршіктер болмау үшін. Осындай воздушный болып тұрады. Одан кейін 100 миллиграмм, кешіріңіздер, 200 миллиграмм ыстық суды құямыз. Какаоны жаңа ыстық суда езіп, содан кейін қамырымызға қосамыз. Енді барлығын бірге араластырамыз. Сонда бисквиті осындай қою, қатты қою емес, кішкене сұйықтау, осындай консистенция болу керек. Менің противнің диаметрі 22-5, сіздер кішірек алсаңыздар да болады. Өйткені бұл бисквит миксерсі болғандықтан өте биік көтерілмейді. Духовкаға салып қоямыз. 170 градуста шамамен 40 минут пісіру керек. Піскеннен кейін кішкене су керек, суып болғасын. Мен жан-жағын пышақпен кесіп аламын. Сосын жіппен жаңа кескен жерлерінен өткізіп, әрбір коржын бөліп аламын осылай. Көрдіңіздер, осындай пупырчатый болады. Сода қоссаңыздар. Сары уызға 20 миллиграмм салқын су құямыз. Араластырамыз. Одан кейін 120 грамм сгущенка сүтін құямыз. Осы массаны плитаның орташа отына қоямыз. Осындай консистенция болу керек. Қоюланы болу керек. Сары майды аппақ пышный болғанша миксерден өткіземіз. Немесе қолдарыңызда венчик болса, венчикпен де істеуге болады. Одан кейін жаңағы сары уыздан істелген массаны қосамыз біртіндеп сары майға. Айтуға ұмытып кетіппін, бұл крем жасап жатырық. Одан кейін какаоны саламыз кремге. Сонда шоколадный крем болып шыға келеді. Енді біртіндеп тортты жинаймыз.
торттың бисквиті, одан кейін пропиткасын құямыз. Сухой болмас үшін, немесе қоспаса да болады, өйткені бисквиттің өзі сондай дәмі тіл үйретін, ауызда еритін күшті болып тұр. Кремін саламыз, одан екінші бисквитін қоямыз. Менде 2 слой болып шықты. Тортты жинап болғасын тоңазытқышқа шамамен 30 минутқа қойып қоямыз. Кішкене жаңа кремі қатсын. Одан кейін үстіне шоколадты ганасын жасаймыз. Ол үшін майға шоколадты қосып ертеміз. Ертетін ыдыстың түбі міндетті түрде қалың болу керек, әйтпесе бәрі жабысып қалуы мүмкін. Оны еріп болғаннан кейін кішкене суытамыз, жаңағы шоколадты ганашты. Одан кейін шоколадтың бетіне ақырындап құямыз. Сосын ақырындап жайып, әдемілеп, жан-жағын жаю керек. Ал әшекелегенім қалған шоколадты ерттім де, үстіне ақырындап құйып, әшекеледім. Осындай қылып. Салфа мешочкке салдым, түбін кестім. Осындай қылып әшекеледім. Осындай дәмі тіл үйретін, өте тәтті, дәмді шоколадты торт болып шықты. Істеңіздер, көріңіздер, шайларыңыз дәмді болсын.